Амансыздар, қалдарыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Таразымызда сұмдық боран болды ғой. Үйімізге әрең жеттік. Бала шағаны оқудан таратып жіберді. Біз сияқты былшиған келіншектер кішкене теңселгендей болдық. Бізден жеңілдері аспанға қарай ұшып кетті. Құс болып ұшып жоғалсам не етер едің болды ма? Еркектер жүр төменде. Сені мәңгі іздеумен өтер едім деп. Артынан ұшам деп баяды Мұқағалида жазбапты ғой оларға. Сен артынан мен де ұшып кетер едім демепті ғой. Сонымен астында еркектер жеп-жегіл қаңбақтай қатындар алаңға қарай ұшты. Көрші оны-мұны не болып жатқанын көріп қайтадан жерге түсті. Ел бар, жұрт бар, қайда барады? Тегінді карусел. Өзіміздің салмағымыздың бар екеніне Құдайға шүкір. Кішкене теңселдік. Менен ірілер теңселгенде жоқ. Беттер бір кеткен кезде ғана немене жел болып жатыр ма деп қана ойлаған сияқты. Қазіргі әйелдердің түріне қарайсың хош есіңе. Ары, таяқтай атам шықшиды. Бірдеңе жеп жүр ма, жемей жүр ма деп шошып кетесің кейдеше. Жоқ, өздерімен ой сол арық болғандарына қуанып, абырой санап отқандар қаншама. Бізді былшиған деп отыр олардың біраз. Мынандай желде не істесіңдер, босқа ұшып жатсыңдар ғой. Кеше бір келіншек жазыпты ғой. Қойш, семірмеймін, семірсем, анау қайнатпелерім айтады. Әніміздің тапқан табысының бәріне ішіп жеп, мынау былшиып жатыр деп дейді. Қайнатпелер қарап отырсын ба? Өзіміз де қарап отырмаймыз ғой. Жалпы қайнатке атаудың бәрі қарап отпайды ғой. Сіз бір жаққа келінсіз бе, сіздің қайнатке қарап отпайды. Біз біреу біздің келінді біз қарап отпаймыз. Өткенде бір келіншек сүйреп кетсекші, ай, өлдіріп сүйреп кетсек деп келіп сүйреп кетсе, ой, рахмет, кел екеуміз де сен жарияламашы бірақ дейді. Не? Күйеуім ауырып жатыр еді, мына қайнапкерлерін көрсе, мынау нақ өміріне мәз болып нағатымен сүйреп кетіп жүр деп айтады дейді. Сөздің жәні бар енді. Майысқан бір келіншек үлбіреген болсаң, ана былжыраған қайда дейді ғой қайнатпен. Өзің зуылдаған бір сартылдаған келіншек болсаң, ана зубай қайда дейді ғой. Ал енді көптен сөйлемейтін томаға тұйық болсаң, ана былшиған қайда дейді. Күшті теңеулер табады оларшы. Сөйлемесең де, былжырасаң да, қақсасаң да, сөйлейтін болсаң да, нормальный сөйлесең де, әйтеуір саған теңеу табылады. Ол өмірдің заңдылығы. Жоқ, қазақтың заңдылығы ма? Қазір қыздарға таңым бар. Шыны керек қой, шыбықтай. Шыбық, кәдімгі шыбық. Прокат одеждамыз болды мына жерде, қазақша киімдер. Сонда күйеуге тиін деп жатқан қыз келеді ғой. Ананың ішіне сүңгіп кетеді. Мен айтамын, сен қалай, ертең қалай бала табасың деймін. Енді ол да енді адам баласы ғой, ол өзінен өзі солай болайын демеген шығар. Ал енді арнайы сондай болып жатқан қатындарда еш жоқ. Баяғыда мен анау Бейбіт Ыстыбаев деген палуанның шешесі Ләззат деген ақбемізбен сұхбаттастым. Онда Бейбіт бойдақ. Сонда айттым, мынандай палуан жігітке қандай келін іздейсіз деп едім. Тұқымымыз құрмау керек. Мен аяқ қолы ұзын, менің ұрпағымды майдаламай көбейтіп жіберетін, ірілеп жіберетін қыз іздеймін деді. Әп-әдемі сөз. Дені сау анадан дені сау сәби дүниеге келетін естен шығармай, диета-пиетаны қойып, қыстың көзі қырауда тағы жел болса аспанға ұшсаңдар бүйтіп қатасыңдар. Ескерткіш бап. Тамақтарыңды ішіп, соғымнан жеп, сорпаларыңды ішіп, беті жылтырап, жүзі нұрланып отқан адамға ештеңке жетпейді. Сапылдап, әңгіме айтып, әңгіме бітсе бала шағаң тастап кеткен қойдай сөйлейтін жеп, отырмыз осы жерде. Баяғы заман есіме түсіп, баяғыда бір Тәуіп Қожын деген кино болып еді ғой, ойпырмай. Қожын біздің елге келсе екен деп армандайтын біз шындап келгенде. Сол кинода жаңағы ауырып келген адамдар тек кинода беріледі енді. Деп келеді. Қожынға келгеннен кейін айығып аттай болып кетуші еді ғой. Шіркін-ай деп армандаушы еді. Сол ұқсағандай біздің Алматыда да Тұрсынгүл деген кісі бар екен. Мен қатар замандас. Себепті нүктелерімен елдерді емдеп жатыр екен. Бұл кісінің позициясы барлық қазақ халқы өзін-өзі емдей алады. Дәрмекке тойсаңыз, енді өзіңіз емдеуге көшіңіз деп әркімді не оқытып үйретіп жатыр екен өзін емдеуге. Және жаңағы псориаз, цирроз печень,
давление, қуықтың тұтылуы, тағы басқа түрлі ауруларды себепті нүктелермен емдейді екен. Енді мен шыны керек ақпарат болсын, біліңіздер деп айтып жатырмын. Бірақ өзіңіз зерттеңіз, бірінші көріңіз, парақшасы мына жерде тұр. Мен өзім осы жұма күні барайын деп отырмын. Біреу сырын айтам деп шынын айтып қойыпты дей ма, шынын айтам деп сырын айтып қойыпты дей ма. В общем, бір жерім ауырып жүр, соған мен баратын болып отырмын. Расым сол. Енді сізге де көмегі тиіп жатса, әлбетте қуаныштымыз. Бірақ сіз парақшасына кіріңіз, зерттеп көріңіз. Бұл қалай екенін бірінші өзіңіздің көзіңізді жеткізіп барғаныңызды қалар едім. Баратын болсаңыз.